Еділ мен Жайық өзендерінің аралығында орналасқан Исатай ауданының тарихы терең, мәдениет пен өнері тамырлы, қазба байлықтарымен дәулеттенген киелі мекен. Қазіргі таңда аудан 7 ауылдық округ, 16 елді мекеннен тұратын, халқының саны шамамен 28 мың. Исатай ауданы көне тарихи өлке болғандықтан ауданымызға белгілі тарихи орны бар ескерткіштер мен аймақтар көп. Мәселен, Бөкей Сұлтан көне жұрты Тұщықұдық ауылдық округінен 20 шақырым қашықтықта орналасқан тарихи аймақ, яғни Еділ мен Жайық арасында Бөкей ханның қоныс тепкен алғашқы мекені болған. Ал Қамысқала ауылдық округі Ерғалиев ауылынан 20 шақырым жерде Бекет ата Мырзағұлұлының қарындасы емші Ақмаңдай әже бейіті орналасқан. Азаматтық көтерілістің басшысы Исатай Тайманұлының 1836 жылы Манаш ауылдық арқа бетіндегі Дүниестөбе деген жерде 200-дей көтерілісшінің басын біріктірген және Айбас елді мекенінің басында оқ-дәрі дайындап, ұсталар қару-жарақтарын